Бала күнімізден бізді өте ыңғайлы болуға үйретті. Артық күлмеуге, сөйлемеуге, үндемей отыруға, жүгірмеуге. Мұның барлығы баланың ішкі дүниесінің еркін болып шықпауында, шынайы болмауында. Дәл сол қалпымызда біз кейін өскен уақытта, есейген уақытта біз бетперде кие бастаймыз. Шынайы бола алмаймыз, камера алдына шыққанда қобалжитынымыз дәл осыдан, себебі іште бір қорқыныш бар. Сөйлеме деп айтқан еді, үндеме деген еді, қазір сөйлесем артық бірдеңе айтып қоямын ба деген секілді біз өзімізді еркін ұстай алмаймыз камера алдында. Дәл солай ел алдында да сөйлеуге келген уақытта қобалжып, дірілдеп, еркін бола алмағандықтан біз көбінде бетперде киіп жүреміз. Шынайы бола алмаймыз. Шынайы ойымызды жеткізуге қорқақтаймыз. Мен дәл осыны байқаймын сабағыма келген курс студенттерінің, тіпті кейін келін болып түскен уақытта да өз ойын еркін жеткізе алмайды, тығылып қалады. Мұның барлығы біздің даусымызға қатты әсер етеді. Білсеңіз, біздің даусымыз мына жерде кеңірдекте міндетті түрде сол жерден шығады ол дауыс. Бірақ ең басты дауыс бұл біздің көкірегімізден шығатын дауыс. Көкірегімізден шығатын дауыс бізге тамағымызға тығылып қалғандықтан дауыс жағымсыз шығады. Себебі не? Себебі біз көбінде шынайы ойымызды жеткізе алмаймыз, айта алмаймыз, тығып қоямыз барлығын. Сондықтан да біздің даусымыз еркін, әдемі, табиғи болып шықпайды. Жасанды болып қалады. Осы себеппен де көбінде адамдар менің даусым ұнамайды, дикциям таза емес деп жатады. Мұның себебі неде? Себебі көп сөйлемейміз, ойымызды еркін айтпаймыз, тығып қоямыз іштей. Тамақтың көп ауруы да дәл осы байланыспен келген. Яғни психосоматика бойынша біздің даусымыз ішке тығылып қалғандықтан, ойымызды айта алмағандықтан тамағымыз көптеп ауырады. Кейбірінде ангина болып жатады. Сол себепті мен сабағымда көбінде айтып жатамын. Еркін болыңыздар, ойларыңызды еркін жеткізіңіздер, сонда ғана ойыңыз жинақы болады. Себебі еркіндік болмаған жерде ой шашыраңқы болады. Не айтамын, қалай айтамын, қайтып айтамын, мен қорқамын, мен қобалжып тұрмын деген дүниенің барлығы миымызға отырып алған. Мұның барлығы енді әрине бала күннен келе жатқан тәрбиеге байланысты. Сондықтан да қазіргі таңда сабаққа келген кісілердің көбісіне еркін болыңыз деп үйретіп жатамын. Сол кезеңде ғана ашылады адамдар, әдемі етіп сөйлей бастайды, паразит сөз жойыла бастайды. Мұның барлығы түбегейлі мынау миымызбен де жұмысқа байланысты. Ойымызды еркін жеткізуде іштей жұмыс жасаудың өзі бір сондай ғанибет дүние. Себебі іштей жұмыс жасаған уақытта сіздің тек қана даусыңыз емес, сіздің ішкі ойыңыздың өзі өзгере бастайды. Ішкі ойдың өзгеруі еркін бола бастайсыз. Өзіңмен шынайы болғанда ғана сен өзіңді табасың. Дәл менің курсымда сіз шынайы болуға, еркін болуға үйренесіз.